Бізде дағуатта мынау жастарымызға өте қатты мән беруіміз керек екен, әсіресе жастарға. Әрине, жасы үлкендерге де мән бересің, оларды да шақырасың. Бірақ қарап отырсаңыз, жастар тезірек келеді екен исламға, иманға. Неге? Өйткені олар үлкендер сияқты көбірек кірленбеген да. Ал енді істеген күнәнің себебінен жаңа ағамыз айтып отыр ғой, расында да кейбір адамдар қырсық болады. Бірақ Қазақстанымызда Құдайға шүкір, мешітке, иманға көбінше ақсақалдар да бар ғой, Алла разы болсын. Бұл кісілер кемсіткен емес, бірақ мынау сабақ ретінде айтып отырғанымыз, жастарға өте қатты мән беруіміз керек екен. Егер біз мән бермесек жастарымызға, ертең жастарымызды басқа біреулер алып келеді. Алып кетті жатыр. Мына вахабистердің ішіндегі атақтысы, мықты дағуатшысы, адам басталатын, тағы сотқа беріп жүре ма? Айтпай ақ қояйын. Сол КШТ-да школа дзюдо деген бар. Сол жерге өзінің баласын берген болып алып, ана жердегі мықты бір тренерді жағалап, дзюдоға қатысып жүрген біздің қарагөз бауырларымыздың барлығын өзінің жолына уағыздап жүрген. Тынбайды. Мына жерден кетіп қалды. Ойбай, мешіттен қуып жіберді. Біз мәз болып жүрміз ғой, Ал ана жаққа барып өзінің жұмысын тындырып жатыр. Құлағымызға келіп жатыр сол әңгіме. Ал біз жүрміз, деп мешітке келгендердің өзіне біз уағыз айта алмаймыз. Олар сыртта жүріп, сол нәрсенің барлығын біліп жатыр. Сектаға өтіп кеткен вахабистерден қарасаң, кәрілерді көрмейсің. Өңшең жастар жүреді. Тепсе темір үзетін жігіттер жүреді. Спортсмендер өңшең. Жас бизнесмендер, ақшалы, қалталы адамдар. Бұлардың барлығына, мысалы, ұйымдастырған адамдар осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хабары бар адамдар ғой. Әдейі соларды жұмсаған кезде сондай жерлерге жұмсайды. Ал біздің хабарымыз жоқ одан. Немесе оған біз мән де бермейміз. Мына сахабалардың жастарына қараңыз қалай. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда Әбу Бәкірде мысалға Абу Жахилге бармаған. Валид ибн Муғира деген мысалға Меккенің мен деген күшті адамдар бар, оларға бармаған, Умайя ибн Халаф мысалға. Жоқ, осы кісілер таңдаған. Таңдаудың өзінде де мысалға өте үлкен мән мағына жатыр да. Егер біз расында да өзіміздің елімізде, жерімізде ислам дінінің жайылып күшеюін қаласақ, қоғамда абыройы бар. Қоғамда өзінің жақсылығыменен атақ шыққан жақсы адамдарға өзіміздің жақсы хабарларымызды бірінші жеткізуіміз керек. Бұл пайғамбардың жолы. Алла қаласа, біз қаласақ та қаламасақ та ислам жайылады. Бірақ Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы бізге осы жолды көрсетіп отыр екен. Сираны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін үйренудің маңызы осында жатыр екен ғой. Дағуатта да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай жұмыс жасады, соның өзін білу керек екен. Егер оны білмесек, көп жерлерде адасамыз, және біздің істеген жұмысымыздан нәтиже болмай қалады деген.